Кезекте түсірілдім. Сүлейменова көшесінің бойында орналасқан 67-ші үйдің 3-ші қабатынан 2 бөлмелі пәтер көрмекшіміз. Бізде подъезд көрінісі, подъезд көріп тұрғандарыңыздай таза, ешқандай иіс жоқ. Пәтеріміз ортаңғы бөлікте орналасқан. Пәтеріміздің сыртқы есігі бағалы темір есік. Ал бұл өзі кіреберіс. Кіреберісі көріп тұрғандарыңыздай стеналары толықтай боялған. Кіреберістің сол жақ бөлігінде үйіміздің жуыны бөлмесі және дәретханасы орналасқан. Бұл тұста аристон және толықтай кафелденген. Ал осы тұстан тура өтетін болсақ, бұл жақта үйіміздің қонақ бөлмесі. Бұл тұс кезінде 3 бөлмелі болған. Қазіргі таңда проектісін өзгертіп 2 бөлмелі. Бұл тұста бізде үйіміздің ас бөлмесі орналасқан. Ас бөлмені арка ретінде заманауи талапқа сай жасаған. Ас бөлмесі толықтай кафелденген. Бұл тұстары боялған. Және осы үйде көріп тұрған жиһаздарыңыз қалдырылады. Осы қонақ бөлме арқылы үйіміздің балконына өте аламыз. Балконы пластик. Осы қонақ бөлмеден оңға қарай өтетін болсақ, бұл жақта үйіміздің жатын бөлмесі. Жатын бөлмеде көріп тұрғандарыңыздай стеналар толықтай боялған. Және бұл жақта да терезе пластик, батарея чугунный. Үйіміздің жалпы ремонты жақсы және үйіміздің полы толықтай ламинатталған. Үйіміз 1975 жылы салынған, ипотекаға болады. Ал енді осы үй жайлы сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар.